Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен алмалы бәліш рецептісімен бөлісетін боламын. Өте аз құрам қажет болады және миксерсіз дайындалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Сосын барып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстіне шекерімізді салып, тағы да венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Бір келкі болғанға дейін. Енді ыдысымыздың үстіне қопсытқыш саламыз, сосын барып ванилин саламыз. Сосын жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Мен алдын ала сары майымызды ерітіп алдым. Сосын барып ыдысқа құйып венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды ыдысқа саламыз. Мен алдын ала ұнымызды електен өткізіп алдым. Қамырымыз бір келкі болғанға дейін ыдысымыздағы ұнды біртіндеп сала отырып венчикпен араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай сұйық қамыр болып шығу қажет. Міне ыдысымызға қамырымызды салып болдық. Мен алдын ала алманы кесіп алдым. Енді қамырымыздың үстіне біртіндеп әдемі қылып салып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Міне біздің алмалы бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.